Ауылдан қалаға бара жатқанбыз. Рөлде мен отырмын, жанымда жеңгем, ағамның әйелі. Жеңгемен екеуміз бұрыннан бір-бірімізге ерекше көзқараспен қарайтынымызды сезетінбіз. Бірақ ешқашан тыйым шекарасынан аттап көрмегенбіз. Сол күн ерекше болды. Жол ұзақ еді. Машинаның іші тым-тырыс. Радиодан баяу әуен ойнап тұрды. Жеңгем еріндерін жалап қойып, көзін жұмып терезеге қарады. Қысқа көйлегінің етегі тізеден жоғары көтеріп кеткен. Аппақ санына қарап көзім түсіп кетті. Тамағым құрғап жұтындым. Ол мұны байқап қойғандай. Шөлдедің бе деп езу тартты. Даусында біртүрлі ішкі от, жасырын қулық бар еді. Жауап бере алмай басымды изедім. Кенет ол алдыға еңкейіп бар сымбатын әдейі көрсеткендей болды. Маңдайынан ағып түскен бір тал шашын қолана тартып маған бұрылды. Қалжыңдамаймын. Мына ұзақ жолда бір-бірімізге демеу болмасақ, ішіміз пысып кетеді ғой. Осы сәттен кейін бәрін өзгерді. Ол алға еңкейген кезде жұқа көйлегінің ішінен көрінген омырау сызығы мені есімнен айырды. Жеңгемнің жанарында ойнаған отты көріп жүрегім дүрсілдеді. Ол өзі де тоқтатқысы келмейтін сияқты. Қолын жайлап тіземе қойды. Ештеңе айтпадым. Тек үнсіз рөлге қарап отырдым. Бірақ ішім алай-дүлей. Денем қазір жарылып кетердей ыстықтап барады. Қатты қысылып отырсың ба, деді ол. Еппен даусы сыбырлап шықты. Құлағыма жеткенде денем мұз болып бір сәтте отқа оранғандай ысып кетті. Сосын тағы да. Ағаштар арасында алаң бар дейді ғой. Тоқтап демалып алсақ қайтеді? Бұл ұсынысты күтпегендей болдым, бірақ ойымда дәл осы болған. Рөлді оңға бұрып, ескі орман жолағына қарай бұрылдым. Машинамыз көлеңкелі жерге тоқтады. Іштегі тыныштық екеумізді де буып бара жатты. Ол баяу қозғалып жаныма келіп отырды, саусақтарыма жанаса ұстап. Мұны екеуміз ұмыта алмаймыз, білемін, бірақ сен туралы тым көп ойлай берем, деді. Көзіне қарағанда, онда іңкәрлікте, тыйымда, ашу мен антықтық араласқан сезімдер бар еді. Сол сәтте оның бетінен ақырын сүйіп қалдым. Қарсыласқан жоқ, керісінше мойныма оралып, демін мойнына төкті. Екеуміз үнсіз түсінісіп, бір-біріміздің ыстығымызға иіріп, баяу, асықпай шешіндіріп, алақанымен сипап, денені сөзсіз сөйлетіп, тым тереңге сүңгідік. Сол күннен кейін бәрі өзгерді. Көліктің іші тым тыныш еді. Жеңгем әлі де жаныма сүйеніп отыр. Шашынан тараған иісі жүрегімді шымырлатты. Аз ғана уақыт бұрын болған сәт. Қазірдің өзінде өңім бе, түсім бе, айыра алмай отырмын. Біз бұлай болмауымыз керек еді, деді ол сыбырлап. Даусы дірілдеп шықты. Бірақ беті әлі де менің иығымда. Аяқ киімінің ұшы шөпке батып кеткен. Көйлегі мыжылып қалыпты. Мен үндемедім. Қолымды оның жамбасына қойып, жай ғана сипадым. Бұл жауап емес. Бұл қимастық еді. Саған сендім, бірақ өзімді ұстай алмадым. Мен де, тек сен болдың көз алдымда. Басқаның бәрі өшіп қалды. Жеңгем орнынан тұрып, көйлегін түзеп, айнаға қарап шашын реттеді. Бірақ көзі әлі де менде. Ішінде не жатқан оқи алмадым. Сезім бе, өкініш пе, әлде екеуі бірдей ме? Ағаң білсе не болады, деді ол ақырын ғана. Білмейді. Бұл тек екеумізге тиесілі. Осы ағаштардың, осы жолдың, осы машинаның ішінде ғана қалу керек. Ол күрсінді, терең, қиналған күрсініс. Бірақ ештеңе айтпай орнына қайта отырды. Жолды жалғастырдық. Бірақ бұл сапар бұрынғыдай емес еді. Көлік ішінде үнсіздік, тек радиодан баяу ән ғана естіледі. Сырт көз ештеңе байқалмас еді. Бірақ екеуміздің жүрегімізде бір құпия мәңгілікке орнығып қалды. Ауылға қайтқаннан кейін бәрі бұрынғыша көрінді, бірақ мен үшін өмір ешқашан бұрынғыдай болмады. Күнде таңертең көзімді ашқанда есіме түсетін жалғыз адам, жеңгем. Түнде көзімді жұмғанда сезетін жалғыз жан тағы да сол. Бір апта өтті, тағы да бір апта. Ол үндемеді, мен де үндемедім, бірақ кездейсоқ көзіміз түйіскенде екеумізді бәрін қайтадан сезінетінбіз.
Бір күні кешке аула жақта жүргенімде ол маған жақындап: "Сен де тыныш ұйықтай алмай жүрсің бе?" деді. Үнсіз басымды изедім. Ол жан-жағына қарап, екеуміз отырған орындыққа жайғасты. Қараңғы түсіп кеткен. Ағаш жапырақтары сыбырлап, біртүрлі тылсым атмосфера орнағандай болды. "Мен өзімді жақсы сезінбей жүрмін", деді ол ақырын. "Не болды? Ауырып жүрсің бе?" Ол жауап бермеді. Көзін тайдырып әкетті. Сол сәтте жүрегіміз өте қалды. "Сен бірдеңе сезіп жүрсің бе?" дедім. Ол ернін тістелеп: "Кешіккеніне 3-ші күн." Тынысым бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Сөз таба алмай қалдым. "Бұл біз ойнаған нәрсе емес еді", деді ол дірілдеп. "Бұл өмірімізді өзгертетін нәрсе болуы мүмкін." Сол сәтте мен екі оттың ортасында қалғанымды түсіндім. Сезім мен тыйым, құмарлық пен жауапкершілік, ал оның ішінде бір жаңалық. Мүмкін біз бір сәтті құмарлықпен мәңгілік тағдыр жасап қойған шығармыз. Бәрін ұмытып, алда жоқтай көрініп жүрген күндердің бірі еді. Аулада жалғыз тұрғанымда үйден жеңешем жүгіріп шықты. Беті бозарып кеткен, қолында бір кішкентай қағаз, анализ қағазы, көзіме тіке қарады. Тынысымыз бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Шынымен қолым дір ете түсті. Ештеңе айта алмадым. Жүрегім кеудеме сыймай соғып, құлағым шыңылдап кетті. "Менің аяғым ауыр", деді. Ол орындыққа отыра кетті. Қолымен бетін жауып біразға дейін үнсіз қалды. Мен басымды ұстап ауладан ары қарай кетіп қалдым. Аяғым өзімдікі емес сияқты. "Қанша рет бітті, ұмытайық", дедім. Бірақ дәл сол сәтте бәрі қайта тірілгендей болды. Кешке қарай ол маған хат жазып жіберді. "Мен кеткім келеді. Бұл ауылда, бұл үйде мен енді өзімді әйел сезіне алмаймын. Бірақ менің ішімде кішкентай жан бар. Ол ештеңеге кінәлі емес", деді. Осы сөздер жүрегімді жаралап өтті. Мен жаздым: "Менімен кет, жүр, бәрін артта қалдырайық. Сен менің тыйымым емес, сен менің тағдырымсың", дедім. Ол келесі күні көлікке отыруға дайын тұрды. Ауыл іші тым-тыныш. Бірақ сол тыныштықтың ішінде екі күнәһар өз балашағын құшақтап түнгі жолға бет алып бара жатты. Түн еді. Жарығы әлсіз көше шамдары арасынан машинаның шамы жанып қалаға кіріп келе жаттық. Ол жанымда отыр, қолында шағын сөмке. Көзінде қорқынысты үміт те бар. Бірақ қолымды қысып отырғаны мені таңдағанның белгісі. "Қазір не істейміз?" деді ол ақын. "Бастаймыз бәрін жаңадан. Сен екеуміз, үшеуміз." Бұл сөзден кейін ол жымиып басын иығыма қойды. Қала шетіндегі шағын пәтер жалдадық. Жаңа төсек, ескі перде, таза тыныштық. Бірақ бізге осы да жететін еді. Сол түні ешқандай тыйым, ешқандай кінә сезімі жоқ еді. Тек екеуміз денемізбен ғана емес, жүрегімізбен жақын едік. Жеңгем емес еді енді. Ол менің әйелімдей көрінді. Баяу музыка қосып қойып, бөлменің ортасында биледік. Ол күлді, мен таңырқап қарадым. Бұрын мұндай шаттығын көрмеппін. Бір сәтте қолыммен белінен тартып, маған жақындаттым. Ерніме жанасып, көзін жұмған күйі сыбырлады: "Саған сенемін. Менің балам сенің жүзіңе ұқсасыншы." Бұл сөз жүрегімде жоқ тастап жіберді. Таңертең шай үстінде ол маған жұмсақ қарап: "Ештеңеге өкінбеймін. Осы сезім үшін бәріне дайынмын", деді. Мен саған үй, тыныш өмір, махаббат сыйлай алмасам да,